Так, жігіттер, уақыт алып не істейміз? Ал, жігіттер, 50 миллион. Аз. Мақтаншақ. Міне. Болдың ба? Ой, алдақ, не еледің ей? Апай, кешіріңізші, енді қайталанбайды. Расул, сен маған неше рет уәде бердің? Апай енді қайталанбайды, міне қайталанбайды, міне неше рет болды? Не істеп жатсың? Апай, кешіріңізші, енді санап жүретін болған. Расул, сен сабақты оқымайсың, сабаққа келмейсің, сабақтан қашасың, кейде балалармен төбелес шығарасың, мұғалімдерді тыңдамайсың, сыйламайсың. Жетпей ме? Апай, сіз адамның жақсы қасиеттерін вообще өтпейді екенсіз ғой, Ей, ертең ата-анаң мектепке келетін болсын. Сені ертең жиналысқа салам, сұқтың ба? Ертең күтем осында. Апасың сағып қалмай жұмысқа барайын да. Қуана-қуана кездесер едім. Олай болмайтын болып тұр ғой. Папа, сен өзің айттың ғой, жаңада өмір бастағым келеді дедің. Менің өмірімді алсашы, өмір сүргеніме 9 жыл болды. Почти новый. Тым кінәсі жоқ. Енді тәртіп жағынан нолары бар. Мен өзің дұрыстап алардың ғой. Болма. Тамағың жеді, сағып қалшы ба? Бүгін сағаққа бармай-ақ қойыншы. Еще аяқ киімде жоғалып қалды. Аған аяқ киімді. Бармайым деген не әңгіме, апайыңыз звондап күні бойы мазаланады. Балаңыз неге сабаққа келмеді деп. Мен балам емес, асырап алдым дей салсайшы. Қаяқтағын айтпа. Бар сабағыңа. Осы сабақтан шаршап кеттім ше. Қашан бітеді екен? Өсіп кететін дәрі бар ма? Көп сөйлеме. Папаң айтып бір-екі дәріңді бергізіп, қалай өсіп кеткенін байқамай қаласың. Бар, далаға шығып кей бар, қалдың сабақтан. Бар. Түш, мәтсет айлық. Болмайды айлық бірақ. 2 аптадай болмайды. 2 аптаң не білмеймін, әзірге белгісіз айлық қашан болатын. Пияндаң неме, құмар ойынға бірақ салып жіберді ақшаның барлығын. Есуін тілікке жіберетін бәлеке. Ғалеке деген сайын ол мен гәлөк деймін енді ол. Паршада жұмыстан жасасаң, немені біле әңгіме өсек тыңдап қалған бәлесіңдер, Пия кем сөйтіп, ажат салмай кем, Басеке. Қалайсыз, жақсы ма? Мал жанаман, шаршамай жеттіңіз бе, Жолда біреу соқтықсып, орынып. Түсінбедім. Жайында ана, біраз қызметкерлер жала қалмай жатыр дегендей, сол пышақтап кетпеді ма? Деген ба? Қалай өздеріңіз, аман ба, жақсы ма бәрі? Басеке, ана, мәселен, анау крандар келмей жатыр қазір әзірге. Мен папам өмір рахат ше. Ше, мане? Ой, жоқ. Менің көкем күнде ішеді, соған айтқаным ғой. Соны түсіну үшін бізге тез өсіп кету керек қой. Шеміз, мане? Қумашы саған үлкен адамдардың бәрі алғаш көріне ма? Сыртта 15 фора бірақ келді. Ақшасын төлеп товарды түсіріп алып қалу керек еді. Үш оғандағы кім жатыр? Алло? Дәке, қалайсыздар? Өткендегі ақша не болды? Ертең берем деп едім ғой кеше. Иә, кешке берем ғой. Жақсы. Сау болыңыз. Кешке, Үш оғандағы түсірме. Бүгінгі осы мәселелерді шешіп алайықшы бірінші. Басеке, сандан кешкені шешпесеңіз сізді бірақ шешіндір кетейін деп тұр. Қалжың. Мен таза ауа жыртып қайтайын, Комыслуға 70 мың, кредит 250 мың. Ғалымға
не сөзбен жасаймын деп тұр едім, табылды. Ай сайын байланысқа уақытылы төлейтіннің бәріне гигабайттар сыйлаймыз. Bir aydan so'ng кездескен печеньеге. Ya eski yok anda. Başka Türkçe'ye bırak et kal. Опа! Ты же сказал, он в Турцию уехал. 자, у нас аэропорт рядом же. 자, солмай кем басеге. Шаршамай жеттіңіз ба? Сагарды бірақ апсыз. Турция қалай кем жоқ па? Ты мозги не делай, а? Я деньги заплатил, где мой товар? Товарыңыз келіп тұр мына жерде. Фураларды көрдіңіз ба? Соның ішінде тұрған сіздің товарлар. Что, сгружайте, что вы стоите? Ондағы просто ақша болмай отыр. Бір 45 миллион шықпай ма? Мелочь. Я за товар заплатил 20 миллионов. Ты у меня еще денег просишь? Уайымдамаңыз. Айттық қой сізге. Бір аптадан кейін жеткіземіз дедік. Жеткіземіз. Бір апта. В течение недели не будет товара. Увидимся в суде. Сау болыңыз я. Кем жоқ. Бір аптада болады. Басеке, бізде оған ақша жоқ қой. Адвокат қарайын ба? Қайдаған айтпашы. Шешеміз бірдеңе қылып. Басеке, со бәлені басында ойнамай ақ қою керек. Апай, ата-анаңмен кел деп айтты. Ақша қайда? Қалтама салып қойған ақшаң бар ма еді? Сен қалай сөйлейсің, Қызық басылады. Кешеге қарағанда бүгін жақсы көрдік. Сонда да қорқу өмірден шаршап кеттім. Ертең сабаққа барамыз ба? Или Алиханның ашу басылған күтеміз бе? Білмеймін. Мен ертең сабақ бармасам мамам қуып жібереді мені бәрі үйден. Ертең біз неге келсеш, сабаққа бармай қояйық. Жақсы, ертең сөйлесеміз онда. Баба. Бабам қойшы. Сабақ қой. Сабақты қоя бер, жұмыс қалай? Сабақты қоя берші дегенді қой. Сабақты қоймау керек. Оқу керек. Сабақты оқымасаң, ертең жұмыс істеуің де қиын болады. Сен қалай жұмыс істеушін? Болды. Айтпақшы, ма апайыңға хабарласты ғой. Қош, не дейді? Телефон көтере алмай қалдым. Аманшылық па, неге звондап отыр маған? Мен ба, жарысқа барайын деп отырмын оны. Қош? Қандай пәннен барасың? Математика. Математика? Красавчик. Өзіме ұқсағансың. Жарайсың. Қалың көмусылығымен кредит кеп тұр. Мен жоқ дейсаш? Қойбы бар деп айтып қойдым ғой. Нормально отырып шай ішуге болады ма? Жұмыста да проблема, үйде де бітпейтін проблема, шаршаттыңдар е? Рахат өмір, осынікі ол. Қызығам ше осыған қарап. Қой жоқ, менің өмірім ондай қатты керемет емес. Шапшаузың сенен кім сұрады? Ескертіп қойып жатқанмын. Балам, бай дейсен өмірім кайф бол. Жұмыс істемейсің, кредит төлемейсің. Мынау сияқты миың тесіп отқан біреу жоқ. Кешке дейін төлемесең, банк пен КСК қосылып, в общем, миыңды аштатын болады. Төлейміз дедік қой саған. Төлейміз! Ой, ондай болатын болса, мен аяққа өтірік ұйықтап қалайын. Ал сіздер ұштарым жығылсын. Отыр. Ненің ұйқысы мусор төгесін. Кешеден бері айтқан жоқ ма мусор төк деп? Барма ақша төлейміз ба? Расул, тоқташ. Мусор төгіп қайтарып көрмей. Сен өмірің рахат е. Неге мен өміріме қызық болдым? Адам болса үлкен болуын үшін. Үлкен болып не істейсің? Проблемадан проблема. Сен орында болсам, осы проблемалардан хотя бы бір күн демалып, сабағыма барып келіп, аяғымды аспаннан көтеріп қойып. Мен де сен орында болғанда проблемаларды шешіп жүретін едім ғой. Болса шынында.
не болды, бірінші рет көріп тұрсың ба? Демексіне салам, қарам. Шәй, қасында тұрып қой. Ой, мама, не болды? Папаға айтпасаң да тұрамыз ғой.